Бисмиррахманиррахим. Армысыздар. Бүгінгі Саурық Батыр ортасында келесі шағымыз, талқыланатын тақырыбымыз ауру астан, дау қарындастан. Шырайлы осы ақ кимешек киген аналарымыздан бүгін осы тақырыпта бірге сұхбат алып талқылап көрейік. Ең біріншіден осы қазақ халқында ауру астан, дау қарындастан дегенді бізде тікелей де түсінуге болмайды. Әр нақыл сөздің астары ғылыми мағынасы бар да. Бүгін соны Құраннан аят келтіріп дәлелдеп, ғылыми жақтарында ашуға тырысайық. Ауру астан деп бізде адам осы тән мен жанның тепе-теңдігі бұзылғандағы рухани тербелісті атайды қазақ халқы. Ол арамас, яғни ол біздің адам бойындағы өрістің жау болып тұрады. Бірінші біз арамас жегенде, бірінші ас біздің асқазанымызға түседі. Асқазаннан барып қан тамырлары арқылы жүрекке барады, жүректен барып миға барады. Ми барып ми жабылған, аластанған ми, арамданған ми ол әйел адамның өрісін бұзады. Яғни біз сол өрісіміз бұзылғанда біз төбеден келетін нұрын, Алланың нұрына жалғана алмаймыз. Яғни біз ол кезде ойымыз арамданады, ақиқат пен шындықты айыра алмаймыз, уақи аянға жалғана алмаймыз. Яғни өзіміздің болашағымызды, тағдырымызды түзеуге деген ниетіміз бұзылады. Сондықтан атам қазақ ең бірінші асқа өте көңіл бөлген, оның ғылымын дәлдеп те берген. Мысалы, ас жеген асымыз шипалы болу үшін тамақ істеген әйелдің толық бой өрісі толық болу керек, киім қағидасы сақталу керек, және де қолында күміс білезігі болу керек, етегі жабылу керек, ұзын етекті болу керек, басында ақ жаулығы болу керек, мойны жабылу керек, білегі жабылу керек деген өзінің қағидалары бар. Сонда ғана жеген тамақ адам бойына сіңімді болады, яғни қанды аздырмайды, қарайтпайды. Ал Сәуле апай, сөз сізге, мысалы қазіргі кезде осы арам астың тікелей осы киімге қалай қатынасы барын айтып кетсеңіз. Сәлем бердік, қазақ елім. Осы тақырыпты бұрыннан айтып келе жатырмыз, түгел жалғабай, ортасынан үзіп жарып айтып жатырмыз. Осы еліміз оянса екен, тамақ істейтін аналарымыз ақжаулықты болуға тырысты екен. Бұлардың басқа біреу үшін емес, тек қана өзіңнің жанұяңды түзеп жөндесең, адам өзін бірінші жөндемей, басқа біреуді жөндей алмайды. Бәрін отбасынан бастаса, бала шағасы, үйі, жанұясы, ағайын туысы жөнді болған кезде, ол жақсылыққа баратын бір үлкен жолдың біреусі бастауы. Ал ақ көйлекке, ақ кимешекке сен бүйт деп айтқаннан бірден ешкім өзгеріп кетпейтінін бәріңіз де біліп отырсыздар. Бұл ақ көйлектің тек қана тәнге ғана киімдік қасиеті емес, ол істеген ісіңе де байланысты, тамағыңның дәміне байланысты. Ол бісмилламен бастап, ақ орамал, ақ жаулықпен, күміспенен істелген тамақтың емдік қасиеті де өте күшті. Емдік қасиетпенен тамақ ішкен адамның денсаулығы да мықты болады. Үй үшін бала шағаның бәрі деп жаңа айтқанымдай. Ол бұрынғы біздің әжелеріміз мұны бұрыннан білген. Кейіннен біз бұдан бәрінен біраз уақыт енді ажырап қалдық дегенмен, қазірдің өзінде талай уақыттан бері айтып келе жатырмыз. Қолға алып жатқандар жоқ емес, бар. Солардың қатарына қосылуды бізді Алла көмектесін. Сіздер де соған ұмтылыңыздар. Әр естіген сөзден қорытынды шығарып, осы әрекетке мойын бұрғандарыңыз дұрыс қой деп ойлаймын. Басқа айта бергеннен сөз жауыр қыламыз. Әр айтылған мақалдың да орны бар, жүйесі бар. Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін табады дегендей, осыған ұмтылысты, бастаған сөзді аяқсыз қалдырмауларыңызды өтінемін. Яғни бізде киіммен қатар әйелдің көңілі дұрыс болу керек дейді. Фарида апай, мысалы сіз үйіңізде тамақ істегенде балаларға, мысалы шипа істеген тамағыңызды қалай шипалы тамаққа айналдырасыз? Соның хикметін айтып жүрсеңіз. Сәлем берді қазақ халқына. Тамақ істер бұрын адам дәретін алып, тазаланып, аузында дұға сөзін айтып, тамақты жасау керек. Сол кезде тамақ сіңімді болады, тәтті болады.
адам қолымен істеген, қолында істегендері таза болады. Дәретпенен істелген тамақ. Яғни әйел тазарту не осы өріс арқылы өзін тазарту үшін шипалық қилық болып табылады ғой, неде текте, тегін ары қарай текті ұрпақтарды неге әйелден іздеген, яғни әйел өзінің бойындағы қанын тазалық арқылы текті ұрпақты жалғастырушы болып табылады. Яғни бізде неге кейін дейміз, етек пен жаулық бұл әйелдік өрістің қалқаны болып табылады, ал қолға тағылған білезік бұл тән қуатын тазартушы металл шипа болып тұрады. Дария апай, сол күміс білезінің шамалы қасиетін айтып өтсеңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Күмістің қасиеті туралы айтатын болсақ, күміс адам денсаулығына өте пайдалы. Иммунитетті нығайтады, микробтардан тазартады, жүректің қызметін жақсартады, қан қысымын төмендетеді, ісіктің жойылуына да көмектеседі екен. Сондай-ақ тері аурулары бар адамдар ол күміс білезікті тағып жүрген өте жақсы. Сондықтан да медицинада да көп қолданады күмісті. Кейбір құрал жабдықтардың құрамында да күміс қосылған. Қазақтың ұғымында күміс те ол тазалықтың және адалдықтың белгісі ретінде, адалдықтың белгісі дейміз. Тек әшекей бұйымдар ғана емес, тұрмыстық заттарда да, жиһаздарда, ер-тұрмандарда да күміспен күптеліп, алтынмен апталып күміспен күптеледі. Қазір кезде әрбір үйде күмістен жасалған бұйымдарды қолданып жүрміз. Тіпті кішкентай сәбиді де біз 40-нан шығарда дені сау болсын деген ниетпен күміс салынған суға шомылдырады екенбіз. Және де күмісті енді мойынға тағылған алқаларда және де мынау шынашаққа тағылған күміс жүзіктің құрамында күміс ол қан қысымын төмендетеді екен. Ал саусаққа таққан жүзік тағатын болса, ол ішек жұмысын жақсартады екен. Сондай сияқты әртүрлі өзінің емдік қасиеттері бар. Қалашық осы күміс жайын жалғастырасыз ба? Айтарыңыз бар ма қосатын? Сәлем бердім қазақ еліне. Бұнда мен бір діни қисса, осы күміс жайында діни қисса дейді. Сонда айтып бергім келіп тұр. Бұнда тамақ істеген кезде күміс тағар болса дейді. Ең бірінші адам ата жерге түскеннен кейін қарны аша бастапты. Сол кезде Алла тағалам оған тамақ үйретуге Жибрил періштені жіберіпті дейді. Періште жаратқанның айтуымен адам атаға ас пісіріп үйретіпті. Әйелден бұрын тамақ істеуді еркек үйренген дейді. Жибрил періштенің үйретуімен әбден ас пісіруді меңгерген адам ата шебер аспаз болған дейді. Байқасақ, қазіргі кездерде мысалы үлкен мейрамханаларда жаңағы еркек адамның аспаздық дәрежені меңгерген еркек адамдар көп. Басым көпшілік еркек адамдар деуге болады. Сол мысал сол уақыттағы жаңағы адам атадан қанмен жеткен нәрсе ғой енді деп ойлаймын. Сонан кейін ас пісіруге шебер адам ата бір күні Хауанаға айтыпты: сен ас жасауды үйрен, мен саған қалай жасау керектігін көрсетейін. Ертең мен аң аулауға кеткенде өзіңе керек болады дей бергенде анамыздың қолдары ренжіпті дейді. Ол бізбен қалай ас пісіреді, баланы жуындырады, оның үлкен және кіші дәретін ұстайды, таза емес қолдарымен тамақ қалай жасайды депті. Сонда Алла тағала: олай болса, әйел қолдарына алтын, күміс, гауһардан білезік тақсын. Осы үшеуін тақса, істеген тамағы таза болады деп жауап беріпті. Мұны естіген Жибрил періште Хауананың қолына біреуін алтыннан, біреуін күмістен, біреуін гауһардан 3 білезік тағыпты. Бұл әйел біздің әр нәрсеге салып болғайды деп реніш білдірген алтын тастың ішіне, гауһар судың ішіне секіріп кетіпті. Жалғыз күміс қолында қалыпты. Содан бері алтын тастан, гауһар судан шығатын болыпты.
Алла тағаланың құзыретінен аса алмай, адал қызметші ретінде күміс әйелдің білегінде қалыпты. Тамақ істеген кезде күміс тағар болса, тағам таза, хам, дәмді болатыны осыдан екен. Содан бері алтын бойдағы ауыртпалықта анда-санда алады, күміс Құдайдың құтты күні алады деген аталы сөз қалған екен. Ал қазір бізге құдайлық ілімнен аян болған әйел затына күміс тағудың ғылымдық маңызы астың адалдығына тікелей ықпалы. Ерінің ұрық қуаты әйелдің білегіне жазылады. Тамақ дайындағанда ол саусақ ұшынан асқа араласып, асты арамдайды. Сол үшін әйел ұзын жең киім киіп, күміс білезікпен байлап қойған. Күміс алақанның уын бейтараптайды. Тазартушылық қасиеті бар. Қазіргі уақытта мұндай ата-бабамыз меңгерген құдайлық ілімнен мақұрым мәңгүрт қалғандықтан қатындарымыз жалаңаш, жалаңбас. Сондай әйелмен бірге өмір сүріп атқан арам асын ішкен еркектер етек басты, жетесіз, санасы жабық, ұрпағында дерті көп, аурудың да түрі көп. Түптеп келгенде азғындалуы қоғамның қарапайым надандығынан болып тұр. Сәлем бердім халқым. Күмістің қасиеті өте көп. Әр қазақ әйел заты үйде тамақ жасағанда бісмілләмізді айтып, Құдайға сеніп, осы үйіне береке кірсін, күміспен тамақ жасағанда ауруымызға шипа берсін, жақсылық болсын деп жасаса, әрқашанда тамағымыз сіңімді, емдік ретінде болады. Баяғы заманда ата-бабаларымыз енді жаудан қайтып келе жатқанда шаршап шалдығып бір ауылға келгенде әйел затының қолына білезігіне күмістен бар ма екен, соны қараған екен. Білезігі қолында күміс жоқ болса түспепті, уланып қалармын деп. Білезігіне қарап, білезігі бар үйге кіріп, қорықпастан ас ішкен екен. Сөйтіп тазаланып отырған күмістің өте үлкен қасиеттігі осында. Яғни күміс туралы дәлелдер ретінде Құранда да мынандай аяттар бар, Инсан сүресінде. Олардың үстіндегі киімдері жұқа және қалың жасыл жібек. Олар күміс білезіктермен сәнделеді, рабылары тап-таза ішімдік ішкізеді дейді. Келесі аят, оларға күмістен жасалған ыдыстар мен шыныдан құмыралар ұсынылады дейді. Тағы бір аят бар, құмыралар күмістен болады және оларды дәл өлшеумен толтырады деген. Яғни Инсан сүресінде осындай 3 аят бар екен күміс жайлы туралы. Күміс яғни біздегі ағзамыздағы микробтарды бейтараптандырады. Яғни сондықтан бізде исламда да күміс тағу керек деп айтады. Күміс деп. Күмістің көп деген осындай қасиеттері бар. Енді ары қарай осы халал ас дегенді жалғастырсақ, мысалы Құранда мынандай аят бар Бақара сүресінде. Халал таза нәрселерден жеңдер, ал шайтанның жолына ілеспеңдер. Ол сендердің анық дұшпандарың деген Бақара сүресінде. Яғни біз арам ас жеу арқылы біз жаңа жоғарыда айтып кеткендей қанымыз арамданады. Өйткені осы қан туралы мынандай неде бар, хадисте бар. Шындығында шайтан сендердің денелеріңде қанмен жүреді дейді. Яғни біздің арам ас қан арқылы бізді өрісімізді тесіп аластан шындық қуатқа жалғайды дейді. Енді Айгүл қазір мысалы бізде харам ас дейді. Харам ас деген не, адал ас деген не, шипалы тамақ деген не, соның жік-жігін ажыратып айтып берсең халыққа. Армысыздар қадірлі. Бізге ата жолы не берді? Ата жолы бізді қайта бұрынғы салт дәстүр әдет-ғұрпымызбен табыстырды ғой. Бүкіл ұмытып қалған. Ең бастысы біздің қазақтар салт дәстүрін білген қазақта оқытудың керегі жоқ деп айтқан ғой. Бұл салт дәстүрімізге, әдет-ғұрпымыздың бәрінде бүткіл тазалық, тәрбие, Құдайға жаққан болғандықтан жақсы амалдардың бәрі, бүткіл діннің бәрі осы қазақта салт дәстүр әдет-ғұрппен беріліп отырған. Біз соны жоғалтып алғанда енді белгілі бір күштердің бұрмалауымен қалған ғой. Қазақта
теріс ағымға салып теріс тәрбиемен қалып қалған. Енді бұрынғы біздер бұрынғы ата әжелерімізді көргенбіз, киіммен жүрген, өзіміз қазір ата жолына келіп осының бәрін ұғынып түйсініп амал етіп сол арқылы жетістікке жетіп денсаулығымызды түзеп жатырмыз. Енді бұл жерде адал астың ең бастысы, адал ас дегенімізде біз бұрын түсінетінбіз, әйтеуір ұрлық жасамай таза өзіңнің маңдай тер ақымен тапқан ақшаға тамағыңды алып келіп өзің күйеуіңе әйтеуір бісмілләңді айтып отбасыңа, күйеуіңе, бала-шағаңа, елге бісмілләңді айтып сол тамақ жасай бере берсін, ол тамақтың бәрі адал ас деп түсінеді. Бұл жерде шошқаның еті, мешіттегі мазхабтың тәрбиесінде де сол жаңағы шошқаның еті дұрыс емес деп белгілі Құранда атап өтілген нәрсені ғана және Алланың аталмай бауыздалған жаңағы бір малдар, арам өліп қалған малдардың еті арам деп түсініп жататынбыз. Шын мәнінде біз ата жолына келіп кеңінен ауқымды түрде түсініп жатырмыз. Бұл жерде адал ас дегеніміздің бәрі тек әйел адамның тазалығына, тақуалық киіміне байланысты болып тұр. Ең бірінші, әйел адам түзелсе, әлем түзеледі. Әйел адам киімін түзеп, мойны жауып, етекті жеңді болып, аяғына мәсін киіп, күміс білезік сақиналарын салып дайындаған тамақтың ғана адал ас екені болатын. Енді түсініп жатырмыз. Оның бәрінің ғаламан шетел, орыстар, шетелдер бәрі дәлелдеп қойған. Біз соны өзімізде бардың қадірін жете алмай, түсіне алмай, енді ғана ата жолымен осының байырына барып, амал етіп, денсаулығымызды түзеп, отбасымыздың бәрі жақсарып, белгілі бір жетістіктерге жетіп жатырмыз. Бойымызға күш қуат еніп, жақсылықтардың тек жақсы жақтарын көріп жатырмыз. Оны біздің ата бабамыз білген, кезінде 7 қабат киімін киген, қазақы нақышта, ер кісілер бөркі, үйде отырғанда сыртқы бөркін шешсе де ішінде кішкентай тақиясын бәрібір шешпейтін. Яғни жалаңбас отырмайтын ер адамның өзі жалаңбас және 3-4 қабат киімін сыртында шекпен шапанын болатын. Әйел адамдар міндетті түрде әжелерімізді көріп өстік. Күндіз түні үйде түзде де сол ақ кимешегі, ақ жаулығы, күміс білезіктері, батпандай салмақты күміс білезіктермен, сақиналарменен астайында ыдыс-аяқты жуып сөйтіп. Сырттан үлкен кісілер қонаққа келгенде біз кішкентай кезімізде байқаймыз, әжелеріміз, шешеміз емес, әжелеріміз өзі дайындайтын тамақты асып, өздері алдына тартып. Енді түсініп жатырмыз, өйткені ол кісілер жаңағы үлкен әжелерімізді енді киімі түгел, таза тамақ бере алған ғой, енді сыйлы қонағына солай күткен. Ал қазір біздер мысалы мал шалған кезде ең бірінші Алла Тағаланың атын айтып бастаймыз. Алла Тағаланың атымен басталған тамақ адал болады. Егер де біз малды бисмилля айтып, яғни ол жерде Құранның сүрелері оқылады, малды шалу барысында ол малға Құран сүрелерінен көктен Алла Тағаланың қуаты малға өтіп, нұры түсіп, мал тазарынады. Малдың қаны тазарынып, еті бойына ем шипа дариды. Ол малды қазақ тұтыну арқылы, біздер тұтыну арқылы, ол тамақтан ем шипа аламыз. Жаңағы таза дәретпен Алланың аты аталып сойылған малдың еті ем шипа болады. Бұл бір жағы ғой, екінші жағы тағы бұл адал ас, яғни ас дайындаушының несі ғой. Бұл жерде екінші мағынасы бар ғой. Қазір көпшілік халық тек қана сол бісміллә деп айтылған малды адал дейді, мысалы шошқаның етін харам дейді. Біздше ең маңызды осы жолда жүргенде тақуалық әйел адамның өзінің бой өрісінің тазалығы, сондай жасалған тамақ тек қана бізге шипалы тамақ болады. Соны біз халыққа жеткізе алмай жатырмыз ғой. Киімнің құдіреті, киім қалай сол адал асқа, асқазанға, қанның азуына тікелей әсер екенін бәрін осы отырған шынымды айтсам жеткізе алмай жатырмыз. Өйткені олар ойлайды, мынау адал ас жесек болды дейді. Сол адал астың терең түп мағынасын осы ата жолында тек қана бар. Оны өзіміз түсініп біліп амал етіп жатқаннан кейін
елге халыққа насихаттап халқымыз түзелсін, қазағымыз осы киінсе екен, адал ас тұтынса екен, ұрпағымыз жаңағы текті ұрпақ дүниеге келсе екен деп. Бұл жерде енді сөз тазалығы да өте маңызды болып тұр. Қазір дүбәра болып біресе орысша қосамыз, бір жерімізге арабша қосамыз, сөзіміздің өзін дұрыстай алмай қалдық. Киім тазалығы бар, адам асы бар, және сөздің тазалығы өте маңызды. Таза сөйлеу, өзіміздің бұрынғы ұмыт болған қазақтың тілі өте жоғары бай тіл болған, оның бәрін жоғалтып алғанбыз ғой. Тұтыну заттарының бәрі табиғи, тері өнімдері, қойдың, малдың терісінен, ыдыстардың бәрін киім болсын, таза өздерінің қолынан өндірген, бау-бақшасынан өндірген тамақты тұтынған, таза тері өнімдерінен ыдыс жасаған, бисмиллясын айтқан, текті ұрпақтарды тәрбиелеп, Құдайға жаққан қазақ болып, ең бірінші арабқа Құран түспей тұрып, қазақ сақтан келе жатқан, қазақта дін болған, Құдайға жаққан халық болған. Бүкіл салт дәстүріне соны енгізіп, ұрпағына қалдырып отырған. Дұрыс. Рахмет. Біз қазір текті ұрпақ дейміз. Осы қазір Сәуле апай, осы текті ұрпақ неге дүниеге әкеле алмай жатырмыз әйелдер? Мысалы баяғыда бізде қара шашана болды, домалағана болды, қаншама текті ұрпақты дүниеге әкелген сол кісілердің жары болған. Мысалы әйел мен еркек, әйел тазалатушы дейді ғой, өзі бір-бірден киімсіңдер дейді. Ал баласына, яғни ділдік қуат арқылы, тазалық арқылы әулиелікке жалғайды. Сол туралы айтсаңыз, әйелдің тақуалығы мен әулиелердің пайда болуы туралы. Енді оған толық жауап беруді мен қиынсынып отырмын. Неге десең, қазір әйелі тақуа болғанмен ерлері ондай тақуалыққа жетпей жатыр. Кейбір жанұяларда ерлері осы ата жолына келіп өздері жалғастырып жатырғанмен әйелі оны қолдамайды, түсініңкіремейді, қиынсынады, қағиданың бәрі жолдары қиын дейді. Келешекте әр жанұяда бір намазды ұрпақ келуі керек деген өзі сенім бар ғой адам басында. Сондай жанұяға сондай балалар келетін шығар. Сол тазалықпенен, ниеттің жақсылығыменен, оны қазіргі ерленді, үйленді, болды, ерлі-зайыптылардың міндетін атқарды емес, ол Алланың көбей деген мағынасыменен көбейгенде саналы ұрпақ әкелуді ойлаған кезде болатын наматты ұрпақтар ғой. Әшейін жай үйленіп, баланы өмірге келтіріп, олар қалай болса солай өссін деп, 10-15 бала туып тастағаннан ол өзгермейді біздің елімізде. Ол біздің барлық адамдарымыздың жүректері де ояну керек, өздерінің ниеттері де ояну керек. Көп нәрсе ниетке де байланысты. Әкелген ұрпағым ертеңгі күні өзімді бірінші Алланы сыйласа, екінші менің өзімді сыйлайтындай ұрпақ болу керек деп күту керек, дәмелену керек. Сондай кездерде ғана ұрпақтардың жақсы жолменен, жақсы өнегелі ұрпақ болатынына біздің өзіміз сенуіміз керек. Әлі де сенімсіздік көп болған жағдайда ол болмай жатқан нәрсені болдырып қоямыз. Ол болмайды, болған жоқ ол нәрсе. Ондайға жеткеніміз жоқ. Жетеміз деп тілену керек. Біз жетуіміз керек. Біздің ата-бабаларымыз жеткен, біз жетпей келатқанымызды жеткізуіміз керек, білмейтінімізді білуіміз керек, сұрап бірімізге біріміз үйретуіміз керек деуіміз керек. Сондай ғана біз көп нәрсені меңгереміз, жеңеміз, Құдай қаласа барлығы болады. Сол үшін де қазақтың қай жағынан санасаң да, қазақ оқысаң да, қазақ болып тегін аталып жатқанымыз жоқ. Көп нәрсені түсініп қалды қазақтар. Бірінші осы киімнен бастап жатқанның өзі, күмістен бастап жатқандағы, әрі ниетпен істеп жатқан табақтың тегінен болып жатқан нәрсе емес. Әр нәрсе әсті-әсті болады. Барлық жақсылықты болатынына сенуіміз керек, сол сенімменен жетейік осындай. Бір әйел бұзылса, ел бұзылады деді ғой, әйел бұл жерде рухани сүзгі ретінде ғой. Яғни рухани сүзгі өзінің тазарған әйелге аруақтық жалғанады. Бұл жерде терең мағынасы бар да, ары қарай көбісі білмейтін, яғни аруақтық жалғану, жеті ата тегіне жалғану, солардың иісіне, солардың қасиетіне жалғану арқылы біз аруақты оятып, өзімізге қамқоршы аруақ арқылы
тілегімізді дұғамызды естуші, уахи аянға жалғанушы болып табыламыз да. Әйел адам сол кезде біз өзіміздің балаларымызға жол салып, яғни жолдарына айтып отырамыз. Мысалы сіз айтқандай, сол енді Фарида апай, сіз өзіңіз мысалы үйде де істейсіз ғой, үйде балаларыңыз бар, тамақ беріп, қалай не қылып жатсыз өзіңіз, қандай сол ас арқылы қандай қиындықтар болып жатыр, сол шамалы хикметін осы көрермендерге айтып кетсеңіз. Мысалы көз көрген әжелеріңіз қалай киінді, қалай тамақ істеді. Мысалы тамақтан бұрын өзің киімінде бөлек шоды ғой, өйткені иіс деген де бардар ғой, тереңдеп зерттей берсеңіз иісі шығады деп бөлек не қылған, өздері бөлек отырып тамақ ішкенде кездері болған. Мен өзім көргем, әжем мен атамды ше, бізден бөлек тамақ ішіп екеуі бірге отыратын. Бірінші бізді тойдырып алды, арғай өздері жаймен емін еркін анау тесекті жақ қойып қиды. Сөйтіп отырып далада шай ішетін ше, өздері отырып анау сондай сияқты. Сосын үлкен әжем көз көрген анау өзінің киімін бөлек жуады да, әжені атаны бөлек жуады, киімдерін бөлек жуады мысалы. Сондай хикметтер бізде ғылым, сол аурудың астан келетін, иістен келетін терең ғылымын берілген ғой, бізде медицина болмай-ақ ше. Соны сіз қандай ой қосасыз? Қазіргі уақытта біз қазір адамдар бірімізге біріміз мейірімсіз болып, бірімізді біріміз жақтырмай, көріктеніп кеткеніміздің бәрін мен ойлаймын, бұрынғы кісілер олай істемеген. Әрбір адамның киімін, әйел адамның киімін бөлек жуған, ер адамның киімін бірінші жуған. Содан кейін әйел адамдар өздерінің киімін артынан жуған. Балалардың киімін бөлек жуған. Әзір машинкаға саламыз да бәрін бірге жуа салады. Осыдан да бәріміз былығып, бірімізді біріміз жек көріп, бірімізбен біріміз тіресіп тұрғымыз келетіні содан бекен деп ойлаймын мен. Енді өз басым киімді бөлек жуам. Мен өзім анам солай үйреткен бізге. Бұл жерде иістің несі бар ғой, құдіреті бар ғой, иіс деген жалғанады ғой. Сол бұл жерде үлкен не бар. Енді мынау содан кейін адам киім жуған кезде де әйел адамның іш киімдерін қалқа жерге жаятын, адамдарға көрсетпейтін. Ұят қой енді, ұят нәрсе. Қалқа жерге, күн түспейтін жерге жайыңдар деп жайғызатын бізге. Соларды көрдік біз үлкен кісілерден. Өзіміз дейміз, кейінгілерге айтамыз. Олар ол кісілер түсінген түсіне, түсінбеген түсінбейді. Дәретсіз тамақ жасамаған, басында жаулығы түспеген, қолында күміс білезікпен қапталған білезігі, ұзын етекті, аяқтарында жаз болса да мәсін тастамайтын, жербен шалғанып өзінің иісін жағатын. Ол кісілердің бойынан жұпар иіс шығып тұратын. Сол жұпар иіс арқылы өзінің тектілікке жалғайды да, ары қарай немерлерін, шөберлерін. Сондай қасиетті қазақ болғанбыз ғой. Енді осы біз ауру астан, дау қарындастан дедік қой. Енді дау деген мәселені бір қорытындылап жүрейік. Бізде дау қарындастан деп, бізде тұрмыстық жанжалға қатысты емес, бұл рухани тектілік, шежірлік бағдар ретінде бұзылуына байланысты терең тектілік осы бағдардың бұзылуына ескерту ретінде қолданғанда дау деп. Дау қарындастан. Бізде қарындас, яғни қарындас, әйел, қыз ұғымда қарындас деген бәрін ұғымы. Сондықтан біз қызды жат жұттық деп, жат жұт деп тәрбиелейміз дұрыс. Сол басқа жерге кететін болғасын, біз ол қызды біз 40 үйден тыйым деп тәрбиелейміз. Мысалы, сізді қалай тәрбиеледі, сол тыйым болды ма сізде? Бізде тыйым болды. Үйден шығармайтын көп, ешқайда жібермейтін, біреудің үйіне қоңыр рұқсат бермейтін. Бізде сондай тәрбие болды. Яғни 40 үйден тыйым деген бұл аналық тектің киесі ғой, қыздың бойындағы. Яғни 40 шақты дейді, әйелдің қыздың бойындағы қана 40 бездері жабық болу керек дейді, сұқтанбау керек дейді, арам кірмеу керек дейді, шер қосылмау керек дейді, қара қуатқа жалғанбау керек деп осы ата жолымен түсіндіріп кете берсеңіз, қазір
қарапайым халық оны түсінбейді да. Біз айтқанда бірден жындық қуат, қара қуат деп шығамыз ғой. Ондай ақпаратқа әзірше қарапайым халық дайын емес сияқты да. Оны тереңдетіп айтайын десең, негізі осы дау деген, дау неден туады? Мысалы, дау туғызған адам бойындағы сабырсыз деген, мысалы, қара қуатқа жалғанған, бойы арамданған деген. Яғни біз қыздың жат жұрттыққа беретін болғандықтан, ол біздің шежіреміздің жалғасы болғандықтан, біз қызды сол өзінің мекеніне барғанда дау шығармайтын қып тәрбиелеуіміз керекпіз, киіндіруіміз керекпіз, бойын өрісін қалыптастыруымыз керекпіз. Яғни ол барғанда сол жердің өзінің елін тектілікке жалғайтын ұрпақтың бірі болсын деп соған үйретеміз да. Сол кезде осы дау қарындастан деген ұғымның қызға 40 үйден тыйым дегеннің де сөзі пара-пар келеді. Қосарыңыз бар ма, Айгүл? Айта беріңіз. Бұл жерде ең бастысы сол қан тазалығын сақтап және жанын таза күйінше әдет жаман ауға айылында барма деп қыз балаларды өте сыртқа көп шығара бермеген, жаман әдет, жаман сөзді естіппеген, қыз баланың шашпауы бар, шолпысы бар, келе жатқанда сыңғырлап келе жатқаннан қыз баланың келе жатып ол бөгде сөзді естімейтінін, осының бәрі тұнып тұрған білмеді ғой. Және бұл жерде ең бастысы сол жан тазалауға қазақ, жаны қаны таза қыз бала өмірге жаңағы текті ұрпағы келеді деген мағынада. Және тағы бір тәмсіл есіме түсіп тұр. Зеңгі баба бабамыздың бір тәмсіл әңгімесінде бұл әйелдердің тазалығы өте байланысты болып тұр ғой. Ер адамның да көрегендігі, көріпкелдігінің бәрі әйел адамның тазалығына байланысты. Зеңгі бабамыз көрегендігі жаңағы сиыр бұзаулайын деп тұрған буаз сиырдың ішіндегі бұзаудың қандай түс екенін бәрін біліп отырған. Бірде әйелі тамақтайын деп Зеңгі бабаға ас берейін деп шыққан кезде бір бөгде заттың тамаққа түсіп кеткенін көз шалып байқап, әрі-бері қалап тазалап, көзі құман қалмасын деп 1-2 шөміш жаңағы жерін төгіп тазалап береді. Дегенмен де көкейінде күмән қалады ғой. Сол тамақты ішеді Зеңгі бабамыз. Содан кейін жаңағы зерттеп көру барысында Әнуар Зеңгі бабадан жаңа тамақты ішкеннен кейін сұрайды, осы бұзау, буаз сиырдың ішіндегі бұзаудың түрі қандай, түсі қандай деген кезде қызыл бұзау және маңдайы қасқа, ақ қасқа маңдайы бар, маңдайында ақ қасқасы бар дейді. Содан кейін ona Әнуар анамыз айтады, негізі қызыл бұзау келеді, бірақ та маңдайында емес, құйрығында ағы бар деп айтады. Негізі туылған кезде Әнуар ананың айтқандай дәл келеді. Ол жерде жаңағы Әнуар анамыздың кішкентай тамаққа араласып кетті ғой бөгде ластанып. Сол жерде Зеңгі бабамыз ойланып қалған кезде шешімін осы Әнуар ана өзі табады. Сөйтіп бір тамағымыз кішкене бөгде зат түскендей болып еді, тазалағанша шамамен тазалағаны сол сіздің жаңаға көріпкелдігіңізге нұқсан келіп тұр. Әйел адамның таза тамақ беруі өте маңызды деп айтылған әңгімеден көп нәрсені ұғынып білуге болады. Әйел адамның тазалығы, таза ас беруі өте маңызды болып тұр. Дұрыс, рахмет. Мысалы, осы дау қарындас, дау дейді, дау қарындастан дейді. Бір қарындастың дауы осы біздің 7 атаға жететін дерт екен. Өйткені бір қыздың өзі тектілігі 7 ұрпақтың шипасы болып табылады. Осын тағы да мақал бар ғой, 40-қа келгенде әйел қылық шығарады дейді. Сол бұл да астары, қыз 40-қа жеткенше өзінің ақылымен бойындағы перілігін жеңіп, сол кезде барып 40-қа келгенде қылық шығармау үшін да әйелді қызға 40 үйден тыйым деп тыйып отырған ғой. Қазір білесіздер ғой, өздеріңіз үлкен кісілер мысалы қайттан жастық шаққа оралғысы келіп жатыр, қылық шығарып жатыр да, неше түрлі қысқа киініп алып, боянып, сыланып, бұрынғы көлеңкелені жалғанып жатыр да. Оның бәрі осы біздегі тыйып отырған ата бабаларымыз тыйым сөздері арқылы өзі тәрбиелеп отырған ғой қыздың. Қызы бұзылмау керек та. Қыз жат жұртты барған жерінде өзінің тегіне жалғау керек деген. Сол бүгінгі сұхбаттарыңызға рахмет. Ары қарай да
келесі шақтарда тереңдетіп алатын боламыз. Қош аман сау болыңыздар.